Подсознание бәрін жасай алады. Джон Кехі. 6 бөлім. Түсіну. Жетістіктің артынан жаңа жетістік келеді. Көптеген адамдар өздерінің жетістіктері мен сәттіліктерін емес, өздерінің сәтсіздіктері мен кемшіліктерін көреді. Бір нәрсеге қол жеткізгеннен кейін біз бірнеше күн немесе апта бойы қуаныш сезімінде боламыз. Содан кейін біз өзімізге жаңа мақсаттар мен нұсқаулар қоямыз. Біз қол жеткізген жетістіктерден алған қанағаттану сезімінен тез алшақтаймыз. Оны тез ұмытамыз. Барлық назар жаңа мақсаттар мен тілектерге ауысады да, өткен жетістіктерден алған қуаныш сезімі тез жоғалады. Осылайша, адам жетістіктің ең қуатты энергиясын босқа жұмсайды. Әлі қол жеткізбеген нәрсеге көңіл аудара отырып, біз мидағы сәтсіздік туралы идеяны санадан тыс түрде нығайтамыз. Адам таңғажайып нәтижелерге қол жеткізу арқылы өткен сәттіліктерінен алған жетістіктің энергиясын қайта пайдалана алады. Өкінішке орай, оны өте сирек жасайды. Бірде дәрістердің бірінен кейін бір әйел маған келіп, «Джон, сіз қалай ойлайсыз? Мен өз мақсаттарыма жете аламын ба?» деп сұрады. Мен одан оның мақсаттары туралы айтуын өтіндім. Оның бірінші мақсаты жақсы үй сатып алу. Кейін Англияға ұшып барып, 14 жыл көрмеген ата-анасын, туған туыстарын көріп келу. Үшіншіден, бір адаммен берік қарым-қатынас орнату, яғни ғашық болу. Ол 3 баласы бар жалғызбасты ана болғандықтан және өте қарапайым өмір сүргендіктен, сол кездері бұл мақсаттарға жету оған мүмкін емес болып көрінді. Дегенмен, менің семинарларыма қатысу арқылы әйел өзінің өмірлік жағдайларын жақсарту үшін мидың күшін пайдаланудың жаңа жолдарын үйрене бастады. Мен оған мидың күшін пайдалана отырып, оның шынымен де өз мақсаттарына жетуге мүмкіндігі бар екенін сендірдім. Мен бұл әйел туралы ешқашан қайтып ойламадым. Кенеттен, бірінші кездесуімізден 1 жыл өткеннен кейін ол маған қоңырау шалды. «Джон», деп бастады ол қобалжып, «сіз не болғанын ешқашан болжай алмайсыз. Қазір мен бассейні мен керемет бау-бақшасы бар тамаша көріністегі жаңа үйде тұрамын. Мен сен үшін өте қуаныштымын» дедім. Бірақ ол бұл бәрі емес деп сөзін одан әрі жалғастырды. Мен Англияда 3 апта болып, ата-анамды, туыстарымды көріп қайттым. Ал ең жақсы жаңалығы, мен өте қуаныштымын. Мен ғашықпын, шынымен ғашықпын, деді. Әрине, мен оны қайтадан көргім келді. Біз бірнеше айдан кейін ғана кездестік. Ол мені әуежайдан қаршылап алды. Бірақ ол бақытты, өмірге риза адамдай көрінбеді. «Джон, неге мидың күші маған көмектеспейді?» деген жағымсыз сұрақты естіп, мен оған таңдана қарадым. «Неге мидың күші маған көмектеспейді?» деп қайталады ол. Мен өз құлағыма өзім сене алмадым. Тыңдаңыз, егер мен қателессем кешіріңіз. Сіз анау жаңа үй сатып алғыңыз келген, Англияға барып, туыстарыңызбен кездесіп, жақсы адаммен танысқыңыз келген әйел емессіз бе? Солай ма? Ол маған ұяла қарады. «Ой, мен ол туралы ұмытып кетіппін ғой». Ол туралы ұмытып кетті. Мұны қалай ұмытуға болады? Иә, бұл өте қарапайым. Біз әрқашан осындай жағдайға тап боламыз. Ол бұрынғы мақсаттарына қол жеткізді. Енді ол жаңа мақсаттармен жұмыс істеуде. Оларды нақты тұжырымдамай-ақ, ол мидың күші енді оған көмектеспейтініне шын жүректен сенді. Ол бұрынғы жетістіктерін кәдімгідей мүлде ұмытты. Оның миы толығымен жаңа мақсаттарға бағытталды. Біз бұрынғы жетістіктерімізді мүлдем ұмытып, қол жеткізгіміз келетін нәрсеге назар аударамыз. Сізде жоқ нәрсеге аса көңіл аударудың керегі қанша? Біздің бәрімізде бір сәтсіздіктерге ұшырайтын кездеріміз болады. Кішкентай болса да қазіргі және өткен жеңістеріңіз үшін өзіңізді марапаттауды үйреніңіз. Өзіңізді күшті, бақытты және өзіңізді мақтан тұта алатын сәттерді іздеңіз. Ең кішкентай деген жетістіктеріңіз болса да, соған қуаныңыз. Қазір оларды осы сәтте жетістіктерді сезіну үшін пайдаланыңыз. Бұл болашақта сізге жетістікке жетуге көмектеседі. Жаңа мақсаттарға жету кезінде жеткен жетістіктеріңді мойындау өте тиімді. Мысалы, сіз алдыңғы қатарлы студиялардың бірінің разылығын алып,
халық арасында танымал болып жүрген жас режиссерсіз делік. Танымалдық әдісін қолдана отырып, сіз өзіңіздің режиссерлік қабілеттеріңізге сенімділік сезінетін сәттерді іздей бастайсыз. Бұл сіз бұрын түсірген қысқаметражды фильмдер болуы мүмкін. Сол кездегі сыншылардың айтқан сөздерін еске алсаңыз да болады. Сіздің фильмдеріңіз қызықты және перспективалық жұмыстар ретінде бағаланғаны да сіздің бойыңызда жетістікке жету сезімін оятады. Осы жерде тоқтаңыз. Сіз бөлшектерді аса байқай алатындығыңызды еске түсіріңіз. Режиссер болу үшін қанша күш-жігер жұмсағаныңызды ойлаңыз. Әртүрлі адамдардың сіздің фильмдеріңіз туралы айтқан барлық мақтаулары мен жағымды сөздерін елестетіп көріңіз. Соңғы кездері жинаған барлық біліктілігіңізді, прогрестерді, жетістіктерді мойындаңыз. Ізденіңіз. Мен бұл сәтті қайталап айтамын. Ізденіңіз. Жетістік деп санауға болатын сәтті іздеңіз. Айқынды ғана емес, жалпы бәрін тану керек. Бұл ақмақтық немесе қажетсіз деп ойламаңыз. Сіздің жағымды қасиеттеріңіз жағымсыз қасиеттеріңізге қарағанда маңыздырақ. Сондықтан оны мақтан тұтыңыз. Жетістікті сезініңіз. Миыңызға қол жеткізген жетістіктерден бірнеше минут ләззат алуға мүмкіндік беріңіз. Бұл әдісті белгілі мақсатқа жету үшін ғана емес, жалпы жетістікке жету үшін де қолдануға болады. Дәл қазір 10 минут уақытыңызды бөліп, өткен және қазіргі өміріңіздің барлық жағына қатысы бар өзіңіздің барлық мықты жақтарыңызды қағаз бетіне жазыңыз. Мысалы, мен талғаммен киінемін. Мен жұмысты жақсы істеймін. Мен шығармашылық адамымын. Мен көп нәрсені білемін. Мен әңгімешілмін. Мен жомартпын. Мен суретті жақсы саламын. Мен оптимистпін. Мен автокөлікті абайлап жүргіземін. Менімен сөйлесу жақсы әсер береді. Онымен тоқтап қалмаңыз. Сіздің оң қасиеттеріңіз шексіз. Адамдар мені жақсы көреді. Мен көп жұмыс істеймін. Мен өмірден ләззат аламын. Мен жұбайымды сүйемін. Мен қамқор ата-анамын. Мен отбасыма және достарыма көмектесемін. Қазір мен жай ғана өзімнің жақсы қасиеттерімнің тізімін жасап шықтым. Тізімді мүмкіндігінше толық және ұзақ жасаңыз. Ол кемінде 20 пункттен тұруы керек. Жалған қарапайымдылықтан арылыңыз. Өзіңізді мақтауға қанша себеп бар екенін елестетіп, бәрін қағазға түсіріңіз. Бұл жаттығудың мақсаты өзіңізді мақтан етуге құқыңыз бар екенін түсіну. Бұл жағымды сезімдер болашақта сәттіліктің негізі болатын жетістік сезімін тудырады. Кез келген мақсатқа жету үшін осы әдісті қолдануға болады. Мақсатыңызға жетуге көмектеседі деп ойлайтын кем дегенде 10 пункттен тұратын тізім жасаңыз. Мысалы, сату агенті ретінде жұмысқа орналасу мақсатында осы жұмыста сізге пайдалы болуы мүмкін қасиеттеріңізді және сізді басқалардан ерекшелей алатын қасиеттеріңізді жазып шығуға болады. Сіздің тізіміңіз келесідей болуы мүмкін. Мен мейірімдімін. Мен адамдармен тіл табыса аламын. Адамдар мені жақсы көреді. Мен адамдармен жұмыс істей аламын. Мен туғаннан сатушымын. Мен бұрынғы жұмысымда жақсы жұмыс жасадым. Мен адамдарды сендіре аламын. Мен дарындымын. Мен жақсы киінемін, әдемімін. Мен жинақымын. Мен көп жұмыс істеймін. Мен өз мақсаттарыма жетемін. Егер сіз бұндай тізімді жасамасаңыз, онда сіз тек осы жұмысқа орналасамын деген үмітпен сұхбатқа бара аласыз. Бұндай жағдайда сізде осы орынды алу үшін жеткілікті дайындық бар екеніне сенімді болуыңыз керек. Жетістіктің артынан жаңа жетістік келеді, ал сіз көптеген салаларда жетістікке жеттіңіз. Осы алдыңғы жеткен жеңістерден шығатын энергияны қаншалықты сезінсеңіз, соғұрлым сіз сырттан жетістіктерді тартасыз. Сондықтан осындай тізім жасаңыз. Миыңызға қуат беріңіз. Жігермен жұмыс жасаңыз. Белсенді өмір сүріңіз. Ешқашан өз құндылығыңызды төмендетпеңіз.
Өзіңізге сенуді ешқашан тоқтатпаңыз. Көктен сый күтпеңіз. Джон Леннон айтқандай, болашақты бүгіннен бастаңыз. Өз құндылығыңызды мойындаңыз, тағы да мойындаңыз. Сана шындықты жасайды, ал сіз өз санаңызды жасайсыз.